Өзіңізді жігерлендіруді үйреніңіз. Дәл айтылған жауап адамды қуантар. Уақытылы айтылған сөз бір ғанибет болар. Нақыл сөздер 15-ші тарау 23-ші аят. Бір әйел мынандай бір әңгіме айтты. Бір күні мен асханаға барып, баласының баскетбол жарысына қатысқанын қуанышпен тойлап жатқан бір отбасының қасына келіп жайғастым. Ортадағы жол тым тар болғандықтан, мен сол қуанышымды бөлісетінімді сезіндім. Сонымен, сенің тобың жеңілді ме деп сұрағанымда, әлгі жігіт күлімсіреп, жоқ, 24 пен 2 есебімен жеңілдік дегенде, мен тор шеңбердің сол бір допты салған сен екенсің ғой дедім. Әлгі жігіт, жоқ, мен 8 рет салуға тырыстым. Солардың ішінде 3-еуі шеңбердің ернеуіне барып соғылды дегенде, мен аң-таң болдым. Сонда, осы отбасының баласының тобының ойыннан жеңілгеніне және ұлының 8 рет жасаған сәтсіздігіне той жасап жатқаны несі? Тәтті нанның тағы бір бөлшегін жеп жатып, езуі құлағына жеткенше жымиып, біз тойлап жатырмыз, өткені өткен аптада мен 9 рет допты салу мүмкіндігін жіберіп алдым. Бірақ олар шеңбердің ернеуіне жақындаған да жоқ. Әкемнің айтуынша, мен бір апта бойы дайындалғаным шынында да іске асты. Менің жетістігім өте көп деді. Вау! Ондай әкесі бар жігіт баскетбол жұлдызына дейін өсуі әбден мүмкін екен ғой. Жеңімпазға тән ой айтуды бала қайдан үйренген? Жетістіктерге көңіл бөліп, кемшіліктерді пысықтай отырып, жеңіске жеткізген әрбір нысанға қарай бағытталған кішкентай қадамды тойлау керек деп айтатын әкесінен үйренді ме екен? Егер сіз тек айыптауды ғана біліп, мақтау айтуды білмейтін жанұяда тәрбиеленсеңіз, онда сіз өзіңіздің сенім жүйеңізді өзгертуіңіз қажет. Жеңімпазға тән ой айту және жаңа көзқарас арқылы өзіңізді жігерлендіруді үйренуіңіз керек. Бұл неге маңызды дейсіз? Өйткені, егер сіз өз-өзіңізге дем бермесеңіз, басқаларды да жігерлендіре алмайсыз.